Саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі, Қарағанды техникалық университеті 6Б07-201 геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығының студенттері үшін пайдалы қазба кен орындарының геология өнеркәсіптік типтері пәні бойынша бірінші зертханалық жұмыс. Тақырыбы темірдің, марганецтің, хромның, никельдің, кобальттың өндірістік түрлері. Техника ғылымының магистрі, оқытушы Кенетаева Айгүл Акановна. Берілген жұмыстың мақсаты берілген кен орындағы элементтің геологиялық құрылымын оқып үйрену, берілген өндірістік түрінің эталондық көрсеткіштерін, кеннің қосалқы және зиянды компоненттерін айқындау. Сипаттауға арналған кен орындардың жоспары. Бірінші, темір кендері. Екінші, темір кендерінің байыту тәсілдері. Үшіншіден, скарындық кен орындарының денелердің геологиялық құрылымы мен морфологиясы. Төртінші, қандай кен орындағы кендер комплексті болып келеді. Бесінші, Керченский мен Месаковский жеріндегі кен орындары. Алтыншы, марганецті кен орындары. Қашар темір кенін алып қарайтын болсақ, Қостанай қаласынан солтүстік батысқа қарай 45 км жерде. Кен орны 1950 жылы ашылған. Кен денелерінің ұзындығы 7000 метрге, қалыңдықтары 300 метрге жетеді. Кентас минералдары негізінен магниттен тұрады. Темірдің мөлшері 30-дан 72%-ға дейін, титан 0,6-0,6-тан 1,5%-ге дейін, пайызға дейін, фосфор 0,3%-дан, күкірт 0,15%-ға дейін. Енді мына жерде металл пайдалы қазбалар шығатын біздің Қазақстанның қалалары. Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстанда, Қызылордада, Ақтөбе, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Қостанай, Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау қалаларында. Енді Қарағанды облысы бойынша Қаражал темір марганец кен орнын алып қараймыз, кен орнын. Батыс Қаражал, ол Қарағанды облысы Қаражал қаласының маңында орналасқан. Кен орнын Николаев ашқан 1931 жылы. 1938 жылы алғашқы зерттеу жұмыстарын Херувимова мен Коневтің басшылығымен жүргізілген. Кейін барлауды Батишев, Тарасов тағы басқалары жалғастырған. Енді кентастардың экономикалық құндылығы мен технологиялық ерекшеліктерін анықтайтын негізгі минералдар. Гематитті кентастарда гематит, кварц, аз мөлшерде магнетит, карбонаттар мен пирит болады. А магнетитті кентастарда магнетит, сидерит, хлорид, кварц, карбонаттар және пирит, гематит болады. Марганецті кентастарда браунит, каусманит, кварц тағы басқалары болады. Мына біздің марганеціміз, міне марганецті экспорттау. Енді хром рудаларын алып қараймыз. Металл күйінде хром мен хром қосылыстарын бөліп алуға жарамды, ол табиғи минералдық түзілімдер болып табылады. Жер қыртысында хромның орташа мөлшері 70. Хром рудаларының минералдарының саны монохромит, хромокатит, алюмохромит жатады. Металлургияның мақсат үшін құрамында хром тотығының мөлшері 45%-нан астам жоғары болып табылады. Сортты рудалары қажет болып табылады. Хром рудалары Қазақстанда Қостанайда, Аққарға, Жетіқара, Құндыбай деген жерлерде, Ақтөбеде Кемпірсай, ал Семейде Шар облыстарының жерінде орналасқан. Барланған және пайдаланудағы ірі өндірістік кендерді Кемпірсай хромит кендері тобымен байланысты.
Бұл кен рудалары Ақтөбе хром қосындылары зауыты, Ермак ферроқорытпа зауытында қорытылады. Металдар ол электр тоғымен жылуды жақсы өткізетін, пластикалық қасиеттері жоғары, жылтыр заттар болып табылады. Мұндай қасиеттер болуы металдардың ішкі құрылымымен байланысты болады. Қазақстанның пайдалы қазбалары шығатын жерлеріміз, біз жаңа айттық, оның ішінде Ақтөбе, Кемпірсай, Астанамыз бар, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Риддер қаласы. Бұл жақтарда Шымкент, Тараз, Қызылорда. Қазақстанның пайдалы қазбалары көптеп кездесетін біздің облыстарымыз, Қазақстанның. Металл таза күйінде өте сирек кездеседі. Металдар микроскопиялық түрде теңіз суында, өсімдік жасаушасында, жануарлар ұлпасында кездеседі. Техникада 10 мыңнан астам металл қорытпалары қолданылады. Ондай қорытпаларды алу үшін 40-тан астам химиялық элементтер пайдаланылады. Енді металл түрлерін алып қарайтын болсақ, ол екі түрлі болады. Металдар қара және түсті металл болып екі түрге бөлінеді. Қара металлында бізде шойын және болат өндірісі көрсетілген. Қара металдар темір, шойын, болат болып бөлінеді. Қара металлургия қара металдар өндіру барысында көп шикізатын қазып алудан бастап, оны өңдеп шойын, ферроқорытпа, болат, илек, құбыр, рельс, тағы басқа өнімдерді алуды қамтитын металлургия саласы болып табылады. Қазақстан қара металлургиясының байлығы мен болашағы темір кендері, оның негізгі қорларына Қостанай, Қарағанды және Жезқазған облыстарында шоғырланған. Қара металдарға темір мен оның қорытпалары жатады, ал темірдің хром, кремний, магний, титан және тағы басқа элементтермен қоспасын ферроқорытпа деп атайды. Қазақстан темір кені қоры жөнінен ТМД бойынша Ресей мен Украинадан кейін 3-ші орын алады. 16,6 миллиард тонна. Темір кен орындары көбінесе солтүстік Қазақстанда. Мұнда барлық темір кені қорының 85% шоғырланған. Әсіресе Қашар, Соколов, Сарыбай кен орындарының маңызы зор. Сарыбай темір кен орны 1948 жылы ұшқыш Сургутанов ашқан. Ұшақ кең үстінен ұшқанда темір аномалиясының әсерінен тұз бағар тілінің кенет ауып қалғаны ұшқыштың көңілін аударды. Көп ұзамай өте сирек кездесетін темір кені ашылды. Мұнда кен жоғары, сапалы және оның құрамындағы темірдің мөлшері 50-60% құрайды. Шөгінді жыныстардан пайда болған рудалар Қостанай облысында Әйет және Лисаков кен орындарында кездеседі. Руда 30 метр тереңдіктен ашық әдіспен өндіріледі. Кеннің құрамында таза темір 37-42%. Темір кенінің шағын кен орны Қарағанды облысы бойынша Кентөбе, Қаратаста, солтүстік Қазақстан облысы бойынша Атансор облыстарында бар. Мына біздің Соколов, Сарыбай кен орны және айтқан. Қазақстан Республикасының бүкіл дерлікке аумағын қара металл кендері алып кентастық аймағы ретінде қарастыруға болады. Мұнда оның бүкіл әлемге белгілі барлық генетикалық және өндірістік, оның ішінде бірегей түрлері кездеседі. Қазақстандық қара металл кентастарының 1000-нан аса кен орындары мен кен орындары анықталған. Темір, хром, марганец және титан кентастарының кен орындары игерілуде. Баланс алынғаны 17 кен орны, баланстан тыс 11 кен орны бар. Темір кентасының жиынтық қоры 17 миллиард тоннаны құрайды. Бұл алапта кобальт, никель кенінің де бай қоры бар. Қазақстанда марганец кентастарының баланстық қоры 400 миллион тоннадан асады. Болжамдық қорлары 850-900 миллион тонна деп бағаланады. Қазақстан хромит кентасының қоры бойынша әлемде 2-ші орында. Баланс алынғаны 21 кен орны, шамамен 230
миллион тоннаға барады. Түрлі түсті металдар ауыр, жеңіл, қымбат, баяу, сирек болып бөлінеді. Енді осының ауыр түрін алып қарайтын болсақ, оған мыс, қалайық, қорғасын, мырыш, никель жатады. Жеңіл түріне алюминий, магний, титан жатса, қымбатқа алтын, күміс, платинаны аламыз. Баяу балқитын вольфрам, молибден. Сирек кездесетін уран, германий, тантал, галлий, ванадий. Түсті металдар темірден басқа барлық металдардың өнеркәсіптік атауы болып табылады. Физикалық және химиялық қасиеттері мен жер қыртысында орналасу сипатына қарай түсті металдар темір емес металдар деп аталады. Шектеулі мөлшерде өндіріліп, өндіріс саласында салыстырмалы түрде жуырда ғана қолданыла бастаған металдар сирек металдар деп аталады. Түсті металдар мен олардың қорытпаларын өндіруде, кентастық шикізатты өңдеуден бастап, дайын өнім алуға дейінгі сатысын қамтитын саласын түсті металлургия деп атаймыз. Сирек металдар дегеніміз, ол Қазақстанда сирек металдарға өте бай өлке. Молибден қоры жөнінен республика әлемде 4-ші, Азия елдері арасында 1-ші орын алады. Молибден кентастарының қоры 34 кен орны бар бойынша есепке алынған, олардың 26-сы баланстық болып табылады. Вольфрам жөнінен Қазақстан әлемде 1-ші орын алады. Вольфрам қорының 53%-дан астамы 16 кен орнында шоғырланған. Оның 12-сі баланстық. Вольфрам кенінің басты типтері кварц желілі, грезинді және штокверкті болады. Оларға қара оба, ақшатау, жеті қара қайрақты жатады. Вольфрамның 16 кен орны есепке алынған. Оның 85%-на жуығы штокверк. Ондағы вольфрам триоксидінің мөлшері 0,12-ден 0,19%-ға дейін барады. Негізгі қорлары алтау, ірі және аса ірі, жеті қара қайрақты, бұғыты, қара оба, штокверк, солтүстік қатпар мен көктің көлі Баян, Ақсоран кен орындарында шоғырланған. Бақылау сұрақтары. Бірінші сұрақ: темір кендерінің қай түрі ең асыл болып саналады? Екінші сұрақ: темір кендерінің байыту тәсілдері. Үшінші сұрақ: скарындық кен орындардағы денелердің геологиялық құрылымы мен морфологиясының ерекшелігі неде? Төртінші сұрақ: қандай кен орындағы кендер комплексті болып табылады және олар өндірісте қалай қолданылады? Бесінші: Керченский мен Месоковский жеріндегі кен орындарының кендері немен ажыратылады? Алтыншы сұрақ: Марганец кен орындарындағы минералды аумақтың құрылу шарты қандай? Пайдаланған әдебиеттер назарларыңызға рахмет.